Киелі Түркістанның төрінде бас қосқан түрк елдер жастары мен белсенділерінің саммиті шаһардың қасиетті орындарын аралаумен жалғасты. Тарихы терең қаланың өн бойына жан бітірген Арыстан Баб, Қожа Ахмет Яссауи, Отырар қалашығы секілді орындар кімді болмасын таңдай қақтыратыны сөзсіз. Халықаралық саммитке жиналғандардың әсері соның жарқын дәлелі. Дүрсіңін айтканда, мен бірінші тапқыр Түркістанда, һәм шыннан да бұл 2-3 күнде бұл жерлерге ғашық болдым. Бірінші ширатта бек зор рахмет бұл саммитні ұйыштырушы Қазақстан еліне. Шыннан да бұл бару білен Қазақстанда екінші яқтан бізге ашылды. Айырым енді біздің саммит турында айтканда программадан алып, ғылмен кішілерге нетворкинг бек яқшы болды. Меңа қалса екінші елларға, келесі елларға, екінші иллер де шулай қабыл етсе, шулай бірге ұйыштырса, һәм шыннан да ел сайын ниндейде ил бұл ұйыштыруны өзіне алса бек яқшы болар еді. Төрт күлденеде теңдесі жоқ Арыстан Баб кесенесінің тарихы тереңде жатыр. Оған қызға да қызғана қараған туристер бұл сапардың маңыздылығын жоғары бағалады. Шараның мақсаты да сол: түркі елдер жастарын ортақ тарих, мәдениет, дәстүрлер мен құндылықтар, сондай-ақ болашақта түркі әлемінің даму жолын ортақ пайымдау негізінде топтастыру болатын. Түркістан осы соңғы жылдары үлкен келбеті көркейіп, қарқынмен дамып келе жатқан біздің жастарымыз өздерінің көзі жетті. Соған әдейі осы түркі әлемінің астанасы Түркістанда өткізіп отырмыз. Қатысушы елдерден жас ғалымдарды шақырып, жаңағы ғылыми семинар кеңестер ұйымдастырылып, сол жалпы ертең алдағы уақытта болашақта біз жастардың осы ғылыми тұрғыдан тарихты зерделеуге, тарихты зерттеуге қандай өз үлесімізді қоса аламыз, осы мәселелер семинар кеңестерде толыққанды пысықталып айтылды. Мұндай ауқымды жұмыстар түркі халықтар жастарының арасындағы ынтымақтастықты нығайта түсетіні белгілі. Бұл батыл қадам ортақ тарихымыз бен мәдениетімізді сақтауға ықпал ететіні өз алдына. Түркі тілдес елдердің көшбасшы жастарының өзара ынтымақтастығы мен достығы, біріккен бастамалары мен ортақ жобаларын іске асырып, арадағы байланысты одан ары жандандыра түсетіні хақ. Түркістан жерінде өткізіліп жатқан біз үшін ол өте ерекше, өйткені осы қала енді біздің облыстық деңгейді алғаннан кейін көп уақыт өткен жоқ, бірақ сонда да осы қаланың тарихы өте үлкен. Түркі әлемінің рухани астанасына айналған Түркістанның басқа да киелі орындарын аралаған бауырлас ел қонақтары ортақ тарих пен мұраның еш өзгеріссіз сақталғанын үлкен таңданыспен тамашалады. Шаһарда жақында бой көтеріп, қаланың көркіне сән беріп тұрған мұндай орындарға олар естелік суретке түсіп, осы сәтті барынша есте қаларлықтай өткізіп жүргендерін де жасыра алмады. Түрк маданиятының борборы болған, астанасы болған Түркістан шаарында бүгін 3-ші күнді өткөрүп атабыз. Бұл Қазақстандың демилгесіменен Түркістан түрк елдерінің бешіге аталышындағы жаштар саммиті өтіп жатады ел аралық. Қазір біз 3-ші күнді қатышып, бір қатар конференциялар болды, расми іс-шаралар болды. Аның қатарында шундай Қазақстандағы үлкен шундай тарихи жайларды дағы көріп, қыдырып, өз-өзге бір чоң сабақ алып атабыз, достар менен танышып атабыз, madani аянтчадағы түзіп берді. Біз үшін бұл қоңшы өлкөлерден Азербайжан, Түркия, Қырғызстан, Қазақстан жаштары, қоңшы өлкөлер, түрк тілді елдердің жаштары менен бір аянтчада бір жерде тамақтанып, бір жерде іс-шараларға қатысып, ең жақсы іс-шара болып атат. Ұйыштырушы ушул Қазақстан тарабына терең ыраазычылык билдиребиз. Өзгөчө іс-шаралар тартуулап жатышат. 3 күнге созылған халықаралық саммитке қатысушылар киелі мекеннің тарихи орындарын аралап қана қоймай, маңызды келіссөздер де жүргізді. Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетінің аймағында 30 түп ағаш отырғызды. Сондай-ақ түркі әлемінің жастары аллеясы ашылып, халықаралық экологиялық акция өтті. Одан бөлек түркі әлемінің жастары деп аталатын 8 тонналық таңба тасы да орнатылды. Бас қосудың маңызды бағыты Түркістан түркі әлемінің рухани астанасы идеясын ілгерілету, мәдени туризм, бірлескен жастар лагерін ұйымдастыру мен жастар ұйымдарының ынтымақтастығы және басқа да бағыттар бойынша ынтымақтастық мәселелері талқылау болатын. Сондықтан жастар үшін артылып отырған үміт те, жауапкершілік жүгі де ауыр. Осы саммиттің аясында арнайы резолюция, яғни қарар жасақталды. Осы бұл қарардың басты мақсаты тарихымызды, мәдениетімізді
сонымен қатар түркі әлеміне тұғырлы тұлғаларын насихаттауға өз үлесімізді қосу, өткені ортақ тарихымызға Қожа Ахмет Яссауи, Баласағұн үй, Қорқыт ата, үлкен осындай бабаларымызды ол тек қана бір елге емес, ортақ осы түркі тілдес елдеріне ортақ тұлғалар, соларды өз елдерімізде насихаттауға осындай бір жоспарлар құрылған болды. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығына орайластырылған саммит аясында Әзербайжан, Түркия, Өзбекстан, Қырғызстан секілді түркі тілдес мемлекеттерден келген өкілдер 3 күнге жоспарланған іс-шара осылайша өз мәресіне жетті. Саммитте талқыланған ойлар, идеялар келешекте ірі жобаларға айналып, бауырлас елдер арасындағы байланысты одан әрі жандандырмақ. Сондай-ақ ортақ тарихымызды тануға, зерттеуге тың серпін беретін бұл халықаралық басқосу түркі тілдес елдер арасындағы қалыптасқан өзара ынтымақ пен бірліктің, достық қарым-қатынастың жарқын көрінісі десек, артық айтпаймыз.